Протон М зымыран тасығыш апатынан денсаулыққа зиян келгендігі дәлелденсе, Қызылорда облысының жұртшылығы өте мақалат. Бұл туралы премьер-министрдің бірінші орынбасары өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев мәлімдеді. Мәселе бір айдың көлемінде шешіледі. Осы және өзге де жайттар зымыран тасығыш апатының зардаптарын жою жөніндегі комиссияның қорытынды жиынында талқыланды. Естеріңізге сала кетейік, 2 шілде күні 3-1-де ГЛОНАСС жер серігін тиеп алған Протон М зымыран тасығышы көкке көтеріле алмай жерге құлады. Ал апат жарылыс болды. Мынау апат орында пайда болған терең шұңқыр. Жарылыстың салдары бірнеше мәрте залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді. Бұл орайда қазақстандық жаңа тәсіл пайдаланылды. Бұл өте қоршаған ортаға зияны жоқ технология сосын. Біздің қазір вносить етіп отқанымыз мочевина, бұл как удобрение есебінде. Пероксид водорода ыдырайды, суға ыдырайды, оттегі ыдырайды. Осындай ауқымды шаралардың нәтижесінде дәл қазір алаңдайтын негіз жоқ. Ауада ешқандай өзгеріс байқалмайды, көрсеткіш қалыпты нормада. Бірақ арқаны кеңге салуға болмайды. Нақты нәтиже алу үшін детоксикация шаралары тамыздың 5 мен 10 аралығында қайта жүргізіледі. Бұл күнделікті бүгінгі ғана құлаған ракетаның зардабы емес. Бұл осы жерде тұрып отырған біздің азаматтардың, Қазақстан халық азаматтардың қанша жылдан бері осы космодром бізге пайдаланып келді. Әрбір ұшқан ракетаның бұл зиянды болады әрине. Сол себептен осындай жағдайда халықтың ішінде айтып отырған нәрсені біз мына үкіметаралық келісімдерге қол қойылатын кезде сол соглашенияларға соның ішінде кіргізуіміз қажет. Сондықтан да Бақытжан Сағынтаев осы үкіметаралық келісімге тезірек қол қойылу қажеттігін атап өтті. Бұл екі ел арасындағы экологиялық және табиғат пайдалану мәселелерін реттейтін болады. Протоннан зенитке көшу бүгінгі күні ерекше маңызды. Алдағы уақытта 2018-2019 жылдарға қарай гептилге де тосқауыл қою қажеттігі осы жиында баса айтылды. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев қос мемлекет бірлесе атқарып жатқан шаруаларды бағалай отырып, алдағы уақытта апаттардың алдын алуға қатысты облыс әкімдігі нақты ұсыныстар әзірлегенін жеткізді. Байқоңыр қаласы, Төретам мен Ақай елді мекендері жұртшылығының денсаулығы біз үшін маңызды. Өңірде бронх, астма секілді аурулар көбейіп барады. Сондықтан да осы елді мекендерді дамыту тұрғысында жұмыс жасау керек. Және ең бастысы гептилге тосқауыл қойылу қажет. Біз соған қол жеткізсек қана мәселе шешіледі. Жиын соңында Бақытжан Сағынтаев құзырлы орындарға нақты тапсырмалар жүктеді. Үкіметаралық комиссия бұл айтылған мәселелердің барлығын ескере отырып, хаттамаға қол қояды. Ақерке Берікбекқызы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылорда.